Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен осы Покер.дом сайтында бір ойын таңдап, сол ойынды бірге ойнайтын боламыз. Бірақ тек қана ойнамай, мен сіздерге сол ойында бір стратегия, былайша айтқанда тактиканы көрсетіп өтетін боламын. Бірақ оның алдында ең басында осы экранда көріп отқан промокодты қолданасыздар. Ол промокод қолдану үшін осы видеоның астындағы ссылкаға басып, осы сайтқа өтесіздер. Енді қараңыздар достар, сайт ашылғанда бізде осы главный экранда мына жерде поиск болады. Сол поискқа бүгін сіздермен мысалы краш ойынын қарастырып өтеміз. Өйстіп краш деп жазамыз А әрпі арқылы. Енді қараңыздар, міне осы ойынға кіреміз. Кішігірім загрузкадан кейін осы ойында главный интерфейс ашылады. Өте оңай, былайша айтқанда бәрімізге таныс, мынандай таныс ойыннардың бірі. Так, міне ашылып жатыр. Енді қараңыздар, тактиканың былайша айтқанда біз қолданатын стратегия қалай жұмыс жасайды. Біз мысалы бір сумманы таңдайық өзіміз үшін. Мысалы 3000 теңге. Осы 3000 теңгемен ойнайтын боламыз достар. Бұл жерде қалай? Ұтылған жағдайда, мысалы қазір ставка қоямыз. Ұтылған жағдайда біз сумманы екі еселейміз. То есть 6000 теңге келесі раундқа. Біз қазір қойып көрсетейін. Міне 3000 теңге ставка қойдық. Міне біздің суммамыз мына жерде көрсетілген. Қазіргі сәтте ставка қойып тұрмыз, 158 мың болған. Енді қараңыздар, бұл қазір біз ұтқан жағдайда ставканы өзгертпейміз. Міне ұтып тұрмыз достар, плюс 6000 теңге. Біз ставкаға тиіспейміз. Автовывод 2х-қа қалай қойдық, ол солай тұра береді. Бірақ біз 3000 теңге келесі раундқа қоямыз. Ұтылған жағдайда біз екі еселейміз. Так, қазір сіздерге бір көрсетіп өтейін. Міне ұтылып тұрмыз достар. Мына жерде ставка қойған жердің қасында мынандай удобный кнопкалар бар өзінің. Осы жерге 2х істеймізді 6000 теңге ставкамызды қоямыз. Ал енді сіздермен бірге тек қана осы 2-ге дейін жеткенін күтіп отыратын боламыз. Міне өте жақсы достар, 12000 теңге көтеріп тұрмыз. Так, енді 2-ге бөлеміз. Ұтқан жағдайда 3000 теңгеге қайтып оралатын боламыз каждый раз. Ұттыңыз ба? 3000 теңгеге ораласыздар. Так, міне ұтылған жағдайда тек қана 2 еселейтін боламыз. Міне 2х-ті бастық, өзі 6000 теңге деп жазылып тұр. Сразу ставкамызды қоямыз. Так, енді күтетін боламыз тек қана. Бұл жерде 2-ге жетем екен деген. Так, міне достар жетіп тұр. 12000 теңге тағы да көтеріп тұрмыз. Сразу 2-ге бөлемізді. 3000 теңге ставкамызды қайтадан қоямыз. Ойынның басында бізде 155 мың болған достар. Қазіргі сәтте 164 мыңға дейін көтердік осы стратегияны қолданып. Так, мынау да жетіп тұр, иә достар. Тағы да 3000 теңге ставкамен көтеріп отырмыз. 170 мыңға дейін келдік достар. Бірақ біз ұттық қазір. Сол үшін ставкамызды өзгертпейміз. 3000 теңгені тағы да қоятын боламыз. Так. Мынау жетпей қалды енді. Значит, не істейміз? Ставкамызды 3000 теңгемізді 2 еселеп, келесі раундқа біз 6000 теңге ставка қойдық. Бірақ ең бастысы осы жерде автовыводқа тиіспеу. Ол қалай тұрды, солай тұра береді. Міне мына жерде сразу құлап тұр самолет. Значит, біз 6000 теңгені тағы 2 еселеп, ставкамызды қоямыз достар. Ал, енді бұдан қандай нәтиже шығады екен? 2-ге дейін жетем екен осы жолы. Так, әнекей достар, жетіп тұр. Ойын басында айта кетейін, 155 мың болған, қазіргі сәтте 173 мың теңгеге дейін жеттік. Енді біз осы раундта алып отырмыз, былайша айтқанда 2-ге дейін жетті, значит 2-ге бөліп қоямыз, алдын ала. Так, міне келесі раундқа ставкамызды қойдық. Өткен раундта ұттық, сол үшін ставка начально осы 3000 теңгемізге дейін қайтып оралып тұр. Так, ай-ай-ай, сәл ғана жетпей алды, былайша 0,03 коэффициент жетпей алды бізге. Значит, 2 еселейміз да 6000 теңгені қоямыз. Ал, күтейік достар. Так, мына жерде барам екен. Я жетіп тұр, өте жақсы. 12000 теңге ұтысымыз. 6000 орнына қайттан 3000 деп қоямыз. Өздеріңіз жасаңыз да болады, мына жерде кнопкаларды қолдансаңыз да болады. Өзіңіздің ыңғайыңызға қарай. Так, міне 3000 теңгені қойдық. Сразу ұтылып тұрмыз. Ойын басында құлап тұр самолет. Значит, 6-ға дейін қоямыз да.
6000 теңгелік ставкамызды қойдық. Енді осы 2-ге дейін, ой, бұл да құлап тұр ғой ойынның басында. Тағы да өзіміздің ставкамызды ондай жағдайда 2 еселейміз, ставкамызды қоямыз, 2-ге жетеді деген үмітпен, достар. Так, осыға дейін 2 рет 2-ге дейін жетпеді, осы жолы жетеді деген үміттемін. Яғни өте жақсы. 24 000 теңге үстінен қосылып тұр. Біз ставкамызды 3 000 теңгеге қайттан оралтамыз. Қазіргі сәтте біздің суммамыз 179 000-ға дейін көтеріліп тұр. Келесі раундқа ставканы жасап қойсақ болады. Бұл енді раунд басталғанда келесі уже автоматты түрде ставкамыз тұратындай. Дәл осылай қолдансаңыздар болады. Бұл жерде, достар, мен айтып тұрған осы тек қана 3 000 теңгені қоюдың қажеті жоқ, өзіңіздің қаражатыңызға қарай. Мысалы, 5 000 теңгемен ойнап көрсеңіз болады, начальный ставка деп. 1000 теңгемен де, ол өзіңіздің таңдауыңыз. Мен қазір просто 3 000-мен осы ойында әлі ойнап көрмедім, сол үшін көрейін деп, осы видео обзор үшін қарастырып отырмын. Жетеді ме екен? Так, я жетіп тұр, достар. Плюс 12 000-ға шықтық, өте жақсы келе жатырмыз. Бірақ ұтқан жағдайда айтып өткендей біз ставкамызды көбейтпей, наоборот 3 000 теңге дейін қайтаратын боламыз. Так, 3 000 теңгемен ұтып тұрсақ, 3 000 теңге өзгеріссіз қалады. Ал мына жерде мынауды 2-ге жететін сияқты, өте жақсы. 188 000-ға дейін апардық, достар. Енді біз ұтып тұрмыз, сол үшін өзгеріссіз осы 3 000 теңгені ставкаға қоямыз. Міне ставканы қойдық. Келесі раундта тек қана бақылап отырсақ болады, 2-ге жетеді ме екен осы жолы. Так, мына жолы 10-ға дейін барды, өте жақсы коэффициент. Ұстап алған адамдарға өте сәтті деп ойлаймын. Ал 3 000 теңге ставкамыз осы жолы жетсе, білмеймін, өте жақсы келатырмыз. Жолы сразу құлап тұр бірде. Значит, біз не істейміз? 2 еселейміз, ставкамызды қоямыз. Так, бұл да ойын басында, вау. 12 000 теңгеге апарамыз, достар. 12 000 теңге ставкамызды қойдық. Так, осы жолы жете ме екен енді? Мен жетеді деген үміттемін. Өте жақсы ставка қойып тұрмыз. Достар, 24 000 теңге 191 000-ға дейін апарып тұрмыз. Ойын басында айтып өтейін, тағы да 155 000 болған. Біз 3 000 теңге ставкаға ораламыз, себебі өткен раундта ұтып тұрмыз. Так, ал ставкамызды қойдық. Бұл жерде ұтылып тұрмыз. Тағы да көтерейік, 2 еселеп көрейік. 6 000 теңге ставкамызды қойдық. Сразу ұтылып тұрмыз ба, не? Тағы да 2 еселейік онда, достар. Енді осы жетеді деген өтсем, тағы да жетсе, бағанағыдай өте жақсы ақша көтеретін боламыз. Так, ал 1-5-тен асты, өте жақсы. Сәл қалды, достар. 1-68-де құлап тұрмыз. Енді 24 000-ға дейін біз әлі бармадық сіздермен, бірақ ставкамызды қойып көрейік. Ал осы жолы қалай болады екен? Так, түсінбедім. Мына жерде сразу құлап тұрма. Ал 48 000-ды қояқ, достар. Олай болған жағдайда. Бұны 2 еселеп көреміз. Барам екен 2-ге дейін. Так. Өте жақсы, достар, өте жақсы. Өзіміздің суммамызды былайша айтқанда қайтарып алдық. Бана 191 000 болған бізде максимальный. Қазіргі сәтте 194 000-ға дейін көтердік. Өте жақсы, достар. Енді келесі раундқа қайттан 3 000 теңгеден бастап, өзіміздің аздап ставкамызды қоямыз. Так, өте сәтті шықты деп ойлаймын, жаңа 48 000 ставкасы. Өте сәтті болды. Так, ал 3 000 теңгемен ойнап көреміз. Сразу ұтылып тұрмыз. Так, тағы да 2 еселеп көрейік. Мынада жететін сияқты, сәл қалды. Сәл қалды. Так, 2-ге көбейтеміз. 12 000 теңгені ставка қоямыз. Енді осы жолы осы бана сәл қалған 2-ге апарса ғой. Тағы да ұтылып тұрмыз, достар.
анда 12 мың теңгені екі еселеп қоямыз, 24 мың теңге тағы да бағанағы сияқты көтереді деген үміттемін. Өте жақсы сума болатын еді. Так, аппарат екен. 1,5-тен асты, уже жақсы. Так, ай-ай-ай, ну, бір коэффициент қана қалды ғой, бір коэффициент қана қалды ғой. Ал енді достар, сіздермен тағы да бағанағы сияқты рисковать етіп 48 мыңға дейін қойдық. Осы жолы 2-ге дейін жеткізем екен. Бағана сәл-сәл қалды, 2 раунд бойы кішкене ғана жетпей тұрды. Міне тағы да тұрмыз, 2-ге дейін жетті. 197 мың теңге достар, ұтысымызды бағанағыдан асырдық. Бана 193 мың болған бізде максимальный. Қазір 197 мың. Былайша айтқандай, стратегия жұмыс істеп тұр, өздеріңіздің көріп отқандарыңыздай. 3 мың теңгеге ораламыз, өткен ұтыстан кейін сразу ұтылып тұрмыз бұл жерде. Ал достар, міне көріп отқандай, осы біздің стратегиямыз осылай жұмыс жасап тұр. Сіздердің көздеріңізше қазір бізде мына жерде жазылып тұрған начальный сумма 155 мың болған. Қазіргі сәтте біз максимально былайша айтқандай 197 мың теңгеге көтердік. Өте жақсы результат достар, жақсы нәтиже. Осылай қолдансаңыздар болады. Және де тағы да қайталап айтып өтейін. Бұл жерде маңызды емес, сіз 3 мың теңге қоясыз ба, 10 мың, 5 мың, 2 мың теңге қоясыз ба, ол өзіңіздің таңдауыңыз. Өзіңіздің қандай суммаға ойнағыңыз келеді, сол сумманы ставкаға қоясыздар. Бірақ ең бастысы, ұтылған жағдайда 2 еселейсіздер, ұтқан жағдайда ставка өзгеріссіз қалады. Және автовыводты 2x-қа дейін қойып қоясыздар. Тағы да айтып өтетін мәселе, бағанағы видеоның басындағы промокодты осы сайтқа кіріп қолдана аласыздар. Ал ол сайтты біздің осы видеоның астындағы ссылкаға немесе сілтемеге басып, осы сайтқа прямой өте аласыздар. Ал енді достар, бәріңізге сәттілік, осы ойынды дұрыс түсіндірді деген үміттемін. Осы ойынға ставка қойсаңыздар, сіздерге тек қана сәттілік тілеймін. Бәріңізге сау болыңыздар.